Ассалаумағалейкум, құрметті достар, менің атым Ертай Қуанышев. HTML сабақтар сериясын жалғастыратын боламыз, және бүгінгі сабақта осы селектор деп аталатын арнайы осы HTML-дың мүмкіндігімен танысатын боламыз. Енді селектор дегеніміз не? Бірінші айтпас бұрын, енді айтқан қарағанда көрсету оңайлау, сондықтан жазып көрсетейін. Міне осылай жаздым. Енді нәтижесін браузердан қарап көрейік. Енді қарап отырғанымыздай, селектор деп отырғанымыз бұл таңдау. Яғни мынадай жазатын болсақ, осындай таңдауға арналған бөлім шығады арнайы. Міне көріп отырғанымыздай, мысалға біз үшеуін жазып қойдым мына жерде: Ақтау, Бейнеу, Астана, және select name city. Яғни қаланы таңдау деген сияқты. Мына жерге Ақтау деп қойдым, мысалға Бейнеу, мысалға Астана. Жалпы енді бұндай бөлімдерді осы сайтта тіркелетін мысалға жолақтардан көбірек көруге болады. Немесе сол сияқты жалпы алатын болса, бұл селектор деп отырғанымыз ол сайттарда қазірде дәл қазіргі уақытта өте кеңінен қолданылады. Сондықтан бұл өте маңызды. Енді түсінікті болу үшін басынан бастап түсіндіре кетейін. Енді селектор деп отырғанымыз бұл сәл қарапайым емес. Алдында біз қарастырып өткендегідей, мысалға параграф сияқты, немесе жаңағы заголовок деген сияқты, H1, H2 деген сияқты. Бұл жерде select деп жазылады бірінші. Яғни select деп отырғанымыз қазақшасы таңдау, name, яғни нені таңдайды. Мына жерге city деп жазатын болсақ, мысалға. Енді бұл жерге кез келген атты жазуға болады. Мысалға users, немесе мысалға қала деп мысалға қазақша жаза салуға да болады. Дегенмен мен ұсынатыным ол ағылшынша жазу. Мысалға city деп таңдап қойды осылай. Енді option деп отырғанымыз баптау, яғни не? Мына жерге цифр белгілейміз мысалға, және мына жерге оның мәнін жазамыз. Мысалға бірінші қала ол Ақтауға тең, немесе осылай деген сияқты. Мынаны көбейте беретін болсақ, мына жерде де ол көбейе береді. Міне дәл осындай. Енді бұны өзіңіз ойластырып көрсеңіз болады, қай жерде қолдануға болады, немесе қай жерде қолданса тиімдірек болады деген сияқты. Мысалға алатын болсақ, мен қолданар едім. Мысал алатын болсақ, сайтта тіркелетін жолақ бар. Ол жерге аты жөнін жазады, электронды поштасын жазады, телефон нөмірін жазады, және қай жерде тұратын жазады. Енді оны жазғаннан таңдаған оңай. Кейбіреулер мысалы қазақша жаза салуы мүмкін, Ақтау, немесе кейбіреулер өтірік бір деген жазуы мүмкін. Одан да осындай қолданушыларға таңдауға мүмкіндік беріп қояды. Яғни мысалға Ақтау немесе Бейнеу, енді өзінің қай жерде тұрады, соны таңдайды. Немесе былай жасауға, жас шамаңыз қаншада. Мына жерге жазады, мысалы 18 пен 24-тің арасы, 25 пен 30-дың арасы, 30 пен 50-дің арасы, 100 пен 150-дің арасы деген сияқты. Енді осындай жалпы примерлер бар. Енді бұны көп айтуға болады. Қысқаша айтатын болсақ, селектор дегеніміз осылай жұмыс жасайды. Бүгінше осымен сабақты аяқтаймын. HTML бойынша енді келесі сабақта тағы да жаңадан біраз дүниелерді үйренетін боламыз. Осымен аяқтаймын. Келесі видео сабақта кездескенше.